Құрамында пайдалы заттар молынан бар көкөністің бірі бұл кәді, яғни кабачки. Токсин шығаратын іштегі артық майдан арылтатын қысқа таптырмас салат. Ендеше кабачкиден икра дайындайық. Ең алдымен қажетті заттардың бірі сырты тазаланған кабачки және пияз, сәбіз, барлығы 3-4 қайтара жуып тазалап аламыз. Содан соң үлкен емес қызанақтар, сарымсақ, иісі сұйық май, қант, тұз, 9% алма уксусы немесе кәдімгі уксуста жарай береді. Қабығы тазаланған кабачкиді бірнеше бөліктерге бөліп, 4 бұрыштап тураймыз. Содан соң сәбізді үлкендеу теркадан өткізіп аламыз. Келесі кезекте пиязымызды да бөліктерге бөліп, 4 бұрыштап турап аламыз. Ал қызанаққа келсек, оны да бөліктерге бөліп, үстінен бірден сарымсақты салып, блендермен еземіз. Ол болмаса ет тартқышта жарай береді. Келесі кезекте барлық затты қуыратын боламыз. Үлкендеу қуыратын ыдысқа май құйып, әбден қыздырып, алдымен сәбізді 10 минут аралықта қуырамыз. Содан соң пиязды салып қуырамыз, бетін жауып, баяу отта 10 минут аралықта бұқтырамыз. Қазанның бетін ашып қарағанда, пияздың түсі аздап өзгерген сәттен тұзымызды және қантымызды салып араластырып, содан соң кабачкиді салып жақсылап араластырып 30 минут аралықта баяу отта тұндырамыз. Уақыты жетіп ашып қарағанда массамыздың жеткілікті суы шығып бастайды. Осы бойда қалауыңызша қара бұрыш сеуіп алсаңыз да болады. Кейін бастапқы езілген қызанақ пен сарымсақты құйып араластырып, 10 минут аралықта бұрқ еткізіп қайнатамыз. Қайнаған бойда уксусты құйып, бетін жауып 5 минуттай қатты отта қайнатамыз. Массамыз дайын болған сәттен блендермен жақсылап түйіршіктері қалмайтындай етіп, езіп алатын боламыз. Кейін икрамызды банкілерге жауып бастаймыз. Ыстық банкімізге қайнап тұрған икрамызды толтырып құйып шығамыз. Және стерилденген қақпақпен жауып, тығыздап бұраймыз. Қыстық кабачкиден икрамыз дайын. Бұл көкөністер кез келген астың дәмін келтіреді. Дәмі тіл үйірер салатта жасауға да болады. Ағзамыз әлсіреп, иммунитетіміз төмендейтін қыс мезгілінде витаминге толы мұндай салатты көп жеген дұрыс. Әрі тәбетті ашады, әрі түскі астың орнына пайдалансаңыз да болады. Тамаққа дәм беру үшін де тұздық ретінде қолдансаңыз да болады. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын.